Педофилия құрбаны ләззаттың айтылмаған сырлары. Мен бұрынғы Жамбыл облысы, қазіргі Тараз қаласына жақын маңдағы ауылда 1977 жылы дүниеге келдім. Отбасында 7 жанбыз. Әжем, атанам, әпкем, мен және бауырларым. Әжем мейірімді, жақсы кісі болатын. Көп сөйлей бермейтін. Әкем жай шаруа адамы. Колхоздың тракторын айдайтын. Томаға тұйық, орта бойлы, қаратұры кісі. Анам ақсары, орта бойлы, арықтау, үй шаруасына пысық, еңбекқор жан еді. Сол кезеңде колхоздың пішен оратын комбайншыларына аспаз болып тамақ даярлап жүретін. Бізді әжем қарап отыратын. Оның өзі жасы келген, үлкен кісі. Біз әпкем екеуміз ол кездерде ойын баласымыз. Жасымыз 7-8 шамасында. Сол кезеңде өмір сүру қиын еді. Біз бір-біріміздің киімімізді киіп, бір табақтан тамақ жеп жүретінбіз. Ата-анам бізді бағу үшін ертеден кешке дейін колхоздың жұмысын істейтін. Біздің үйіміздің жанындағы сайда егістік алқабы болатын. Онда пішен егетін. Пішен орылатын мезгілде комбайншылар келетін. Сол жерге киіз үй құрып қоятын. Анам сол киіз үйде жұмысшыларға тамақ пісіретін. Біз көрші қолаңның балалармен сол жақта ойнап жүретінбіз. Жас шамаларымыз әртүрлі. Үлкені бар, кішісі бар, бәріміз бірге ойнайтынбыз. Осы пішен оратын мезгілде жаз айының бір күні анам жұмысшыларға түскі ас дайындап, тамақтарын беріп, ыдыс аяғын жинастырып, үйге барып келемін деп кетіп қалды. Біз балалармен киіз үйді айналып тығылмашақ ойнап жүргенбіз. Серік есімді көршінің баласы көзін жұмып санады. Біз жан-жаққа қашып жасырына бастадық. Мен қайда тығыларымды білмей киіз үйге кіріп кеттім. Сондағы темір кереуеттің бұрышына жасырынбақ болдым. Бұрышқа отыра қалдым. Бір кезде кереуеттің астынан бірдеме жыбырлағандай болды. Мен мысық шығар деп еңкейіп қарасам, көршінің баласы екен. Киіз үйде қара мысық жүретін. Көршіміздің баласы, ол да осында тығылған екен. Бәріміз бірге ойнап жүрген болатынбыз. Есімі Берік, 10-шы сыныпта оқитын. Ей Ләзга, сен де осында тығылдың ба? Сені ешкім көрген жоқ па? Болмаса бізді тез тауып алады. Есікті ішінен құлыптап қоямыз ба? Сонда бізді ұзақ іздеп жүреді деді. Мен келсе кеттім. Иә, құлыптап қояйық, таба алмай жүрсін сосын деп мәз болдым. Берік кереуеттің астынан шығып, жылдам барып, есіктің ілгішін іліп қойды. Сөйтіп жаныма келіп отырды. Серік санап болып, барлығын іздей бастады. Айнала тым-тырыс. Бір кезде Берік маған қарап отырды да, Ләзга құр отырғанша мамасы, папасы ойнайықта деді. Мен жарайды дедім. Сөйтіп екеуміз жерге алашаның үстіне жаттық. Мен ол кезде тұлымшағы желбіреген, ана сүті аузымнан кетпеген 7 жасар қызбын. Ал Берік мектеп бітіргелі жүрген, менен әлде қайда үлкен, ересек бозбала болатын. Содан мені алдап іш киімімді шешіп зорлады. Төменгі жағым қатты ауырды. Берік қойшы, ойнамаймын, үстімнен түсші, жіберші деп жыладым. Ол менің аузымды қолымен жауып, айқайлама деп жатыр. Мен қанша жұлқынып тырысқаныммен, ол мені жібермеді. Жаным шығып бара жатқандай. Бір кезде сырттан әпкемнің дауыстап мені шақырған дауысы естілді. Жанындағы кішкентай балалармен бірге киіз үйдің есігін ұрғылай бастады. Сол кезде Берік менің үстімнен ұшып тұрды. Сөйтті де, осыдан біреуге айтсаң таяқ жейсің. Тағы да осылай жасаймын сені деді. Мен қатты қорықтым. Ешкімге айтпаймын дедім. Аяқ қолым дір-дір етеді. Берік есікті аша сала, менен бір жас қана үлкен әпкемді, қасындағы кішкентай балаларды итеріп, қағып соғып, жүгіріп кетіп қалды. Мен әпкемді көріп, жалма-жан ұшып тұрып едім, астыңғы жағым қанап тұр екен. Ұятта болса, кейіпкердің сөзінен қанды көріп, одан ұшып кеттім. Ойбай қан деп жан ұшыра, жылап айқайладым. Әпкем мен қасындағы кішкентай балалар аңқиып қарап қалды. Не болғанын ешқайсымыз ұқпаймыз. Әпкем мені ертіп алып, жүр үйге, мамаға айтамыз, сенің қай жерің қанап жатыр өзі деп, ол да қорқып, мені үйге қарай жетектей жөнелді. Мен
Мамама айтпай-ақ қояйықшы, ешкімге айтпай-ақ қойшы, қазір арыққа жуып аламын деп қоямын. Мамама айтар болсам, Берік маған тағы да осылай істейді ғой, ешкімге айтпа деп еді деп іштей қорқып келемін. Жолда арыққа жуынып алып, әпкем екеуміз үйге келдік. Болған жағдайды тіс жарып ешкімге айтпадық. Не болғанын өзіміз де түсінбедік қой. Ол кезде екеуміз де баламыз. Сол жағдайдан кейін мен үйден шықпайтын болдым. Жүрегім шайлығып қорқып қалған едім. Әпкем мен бауырларым басқа балалар ойнап жүретін. Берікте түк болмағандай көшеде балалармен сайран салып ойнап жүретін. Ал мен болсам үйде әжемнің жанынан шықпайтынмын. Бір күні әжем мені Беріктің үйінің арғы жағында тұратын көршіге сүт әкелуге жұмасады. Әпкем мен бауырларым анаммен бірге сайдағы егістік жаққа кеткен болатын. Қорықсам да амалым жоқ, барайын дедім. Сөйтіп Беріктердің мал қора жағымен тікесінен кесіп өте салайын деп ағаш қоршаудан сығалап қарасам, ешкім көрінбеді. Ағаш қоршаудың сынық жері болатын, алдында осы жерден өтіп жүрген болатынбыз. Қоршаудан өтіп ат қораның жанына жақындай бергенімде қорадан Берік шыға келді. Оны көріп қорқыққанымнан аяқтарым қозғалмай бір орнымда қатып тұрып қалдым. Даусым да шықпай қалды. Ол болса, ой Ләзга, қалайсың? Көрінбей қалдың ғой деп қояды түк болмағандай. Мен үнсіз тұрмын. Бір кезде қасыма жақындады да қалтасынан бір уыс кәмпит шығарды да. Тәттіні жақсы көресің бе? Кеше апам дүкеннен көп кәмпит әкелген. Керек болса тағы беремін деді. Мен үндемей қорыққанымнан кәмпиттерді алдым. Ол қасыма жақындап келді де. Ләзга, екеуміз дос болайық. Менен қорықпа. Мен сені ұрмаймын. Тек менің айтқанымды істесең, осындай көп кәмпиттер беремін деді. Мен басымды изедім. Бір кезде кел, екеуміз енді доспыз ғой. Жүр, саған бірдеме көрсетемін деп алдап, қораға кіргізіп, ат ақырға жатқызып алып тағы зорлады. Үнім шықпасын деп аузымды басып тұрды. Сосын мен жылап едім, үйіне апарып бір ойыншық берді. Үйінде ешкім жоқ екен. Тағы кәмпит берді. Сөйтіп, Ләзга достар бір-біріне ренжімейді. Өзара құпиялары болады, жаңағыдай. Мұны ешкімге айтпа, айтсаң жазаланасың. Сен сүт алуға шығып па едің? Мен саған сүт құйып бере салайын. Болмаса әжең кешіктің деп ұрсып жүрер деп ыдысыма сүт те құйып беріп жіберді. Үйге келсем, әжем бауырсақ пісіріп жатыр екен. Мен кіре салып кәмпиттерім мен ойыншығымды тығып қойдым. Сөйтіп әжеммен шай іштік те мен бөлмеме кетіп қалдым. Жасырған кәмпиттерімді алып шығып, әбден тойып жедім. Мұнан кейін осындай жағдай бірнеше рет қайталанды. Ол кезде баламын. Беріктің тәтті беріп, алдап сулағанына алданып, ешкімге айтпай жүре беріппін. Кейін Берік мектепті бітіріп, Алматыға оқуға кетті. Тілмәштің оқуына түсіпті. Мен ауылда мектепте оқып жүрдім. Өсе келе, әпкемнен қыздарда қыздық белгі болатынын естіп білдім. Сонан кейін Берік алғаш мені зорлаған кезде көрінген қан осы қыздық белгі мекенін ұқтым. Мұны білген соң өкініп өксіп жыладым. Қатты күйзелдім. Іштей тындым. Қатарластарыммен ашылып сөйлеспейтін болдым. Томаға тұйық болып кеттім. Ал Берік болса демалыстарда ауылға келіп тұратын. Елдің бәрі оны тәуір көріп мақтайтын. Келген сайын көрші қолаңға кіріп амандасып шығатын. Тіпті түк болмағандай біздің үйге де келетін. Ата-анама келіп сәлемдесіп отырып шай ішіп кететін. Менімен де түк болмағандай амандасып қоятын. Мен оны көрсем, кірпідей жиырылып қалатынмын. Өйткені оны жек көретінмін. Іштен тынып дәрменсіздігіме ішім удай ашитын. Кейде өз-өзімді жек көріп, басымды тоқпақтап ұрып, еңіреп жылайтынмын. Бәрін жайып салып, оның абыройын айрандай төккім келетін. Бірақ бата алмайтынмын. Әке-шешемді, әжемді ойлайтынмын. Қорқатынмын. Осылай жүріп мен де мектепті бітірдім. Қатарластарым жоғары оқу орындарына оқуға түсуге кетіп жатты. Ал менің тұрмыстық жағдайымыз болмай, оқуға түсе алмай қалып қойдым. Сөйтіп ауылда не оқу жоқ, не жұмыс жоқ, үйден шықпай жүре бердім. Осылай жүргенімде көршілес жеңгеміздің бір інісі болатын. Сол құда бала жылда жазда келіп жездесіне шөп оруға көмектесіп жүретін.
Сол жігіт мені ұнатып жүреді екен. Мұнысын әпкесіне айтыпты. Бір күні сол жеңгеміз келіп, ініммен таныстырайын деп, мамама маған көмектесіп жіберсін деп болмай мені ертіп кетті. Сөйтіп үйіне апарып, інісімен таныстырды. Інісі ұзын бойлы, қара торы, келісті жігіт. Менен 3-4 жас үлкендігі бар. Екеумізді оңаша қалдырып кетті. Бұл менің алғаш қыз болып жігітпен сөйлесуім еді. Қатты қысылып отырмын. Құда бала мінезі ашық екен, әңгімесін айтып, арасында қалжыңдап отыр. Мен үндемеймін. Маған мінезің тұйық екен, өзің жайлы айтсаңшы деп қояды. Өзім жайлы не айтайын? Бала кезде зорланғанымды, қыз емес екенімді айтайын ба? Осы ойдан арыла алмайтынмын. Тұрмысқа да қалай шығамын деп көп ойлайтынмын. Сөйтіп біраз отырған соң, мен анам іздейді деп қайтып кеттім. Сол күннен кейін әлгі құда бала жеңгемнің кішкентай қыздарын жіберіп, кешке шықсаңшы дейтін. Мен ынжықтығым ұстап шықпайтынмын. Бірақ мен де оны ұнатып қалғандаймын. Сөйтіп құда бала біздің ауылға келгіштеп жүрді. Бір күні кеш бата келіп менің бөлмемнің терезесін қақты. Ашып едім, сыртқа шығуымды өтінді. Мен де бар батылдығымды жиып сыртқа шықтым. Екеуміз сол әпкесінің үй жағындағы бақшасына барып отырдық. Ол маған мені сүйіп қалғанын айтты. Қалада қыздар көп қой, бірақ мен сені ұнатып сүйіп қалдым. Үйдегілер де үйлен деп жүр, маған тұрмысқа шығасың ба деп ұсыныс жасады. Мұндайды күтпегенмен тосырқап қалдым. Рас айтасың ба десем, басын изейді. Сөйтіп мені ақырын құшақтады да ернімнен сүйді. Осы кезде мен де әдемі бір күйге ендім. Бұл менің өзім ұнатып бойжеткелі алғаш жігітпен сүйісуім еді. Сол кештен кейін құда баламен кездесіп қыз жігіт болып жүре бастадық. Ол қалада жұмыс істейтін. Демалыстарда ауылға әпкесінің үйіне келіп тұратын. Бірақ маған тиіскен емес. Сүйісуден арыға барған жоқ. Келесі жылы үйленсем, соған дейін саған тиіспеймін деген болатын. Ол осылай айтқан сайын менен маза қашатын болды. Оған бар шындықты қалай айтамын? Ол мұны қалай қабылдайды? Мені түсінеді ма, әлде менен теріс айналып кетеді ма? Осындай ойлар жанымды жегідей жейтін. Бар мұңым, уайым қайғым ішімде. Алғаш рет қыз болып, біреуді ұнатып сүйіп, жүрегім алып ұшып, махаббат сезіміне елтіп, өзімді бақытты сезініп жүрдім. Екінші жағы, бар шындықты оған қалай айтамын деп, санамды жаулаған сансыз сұрақтарға жауап таппай, іштей қиналып мүжіліп жүрдім. Осылай уақыт зулап өте берді. Келесі жылы шөп оратын науқанда құда бала ауылға тағы келді. Әпкесінің қыздарынан кешке шығуымды өтініп жіберіпті. Кеш бата, кешкі асымызды ішіп болған соң, ыдыс аяқты жуып, жинап мамамнан сұранып, көрші жеңгейдіңкіне барып келемін деп кетіп қалдым. Ол мені бақша жақта тосып отыр екен. Мені көре сала, орнынан атып тұрды. Бетімнен сүйіп, қатты қысып құшақтап, мені сағынғанын айтып жатыр. Мен де оны сағынып қалыппын. Екеуміз орындықтарға жайғасып отырдық. Ол әңгімесін айтып, жаңалықтармен бөлісіп жатыр. Ләзіп мен үйдегілерге ұнатып жүрген қызым бар деп айтып қойдым. Сенің осы ауылдан әпкемнің көршісі екеніңді біледі. Шет жағасын анам айттым. Анам қатты қуанып қалды. Ауылдан үйден шықпаған қыз, адал, инабатты, пысық болады. Оқымаса осында сырттай оқуға түсіріп оқытып аламыз деді. Олар қуанып тойға дайындалып жатыр дегенде жүрегім зырқ ете қалды. Лезде көңіл күйім түсіп кетті. Мұнымды білдірмей, үнсіз жимиып отыра бердім. Қысқасы ол көп ұзатпай, жақын арада сені алып қашамын, дайын бол, бір хабарын беремін деді. Сөйтіп мені үйге дейін шығарып салды. Келсем мамам ас үйде, шай ішіп отыр екен. Бізді терезеден көріп қалыпты. Ана жігіт кім деп сұрады. Мен жеңшенің інісі ғой, қараңғы болған соң, үйге дейін шығарып салды дедім де, мен жатып ұйықтаймын деп бөлмеме кетіп қалдым. Түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Көп ойландым. Не істерімді білмедім. Анасы мені үйден шықпаған, адал, пәк қыз деп ойлап жүрген болар. Ертеңгі күні менің ондай емес екенімді білгенде, масқарамды шығарып, қайтып үйге алып келіп тастаса, не істеймін? Бүкіл ауылға әңгіме өсек боламын. Әке-шешем мен әжем елдің бетіне қараудан қалатын шығар.
Ал бар шындығымды жігітіме айтсам, қалай қабылдар екен? Мені түсінбей, тастап кетсе ше? Мұны көтере алмаспын деп санамдағы мың сан сұрақтармен арпалысып жатып ұйықтап кетіппін. Сөйтіп ұнатып сүйіп тұрсам да, құда баладан бас тарттым. Махаббатымнан бас тарттым. Өзімді оған лайықты көрмедім. Шындықты айтуға да батылым жетпеді. Ынжықтығым ұстап қорықтым. Оған оқуға түсемін, тұрмыс құрғым келмейді, отбасылық өмірге дайын емеспін деп бетін қайтарып тастадым. Кейін бірнеше рет келсе де шықпай қойдым. Мүлде кездеспей де, сөйлеспей де қойдым. Ол кейін қалаға кетіп қалды. Арада біраз уақыт өткен соң, сол көрші жеңше келіп, інім үйленді деп қуанышты хабарын айтты. Сол кезде біреу үстімнен мұздай су құйып жібергендей болды. Көзіме жас келіп жылауға шақ қалдым. Өз-өзімді әрең ұстадым. Сол жерде мамам да отыр еді. Ол да таң қалып маған қарап қалды. Мен қарлыққан даусымен құтты болсын дедім де, жүгіре басып бөлмеме кіріп кеттім. Кіре салып жата қап жастықты құшақтап жыладым. Өзіме де сол керек. Мен бетін қайтарып жіберген соң барды да маған ерегесіп үйленіп алды. Өмірімнің тас-талқанын шығарып, болашағыма балта шапқан берік, атың өшсін. Алла жазаңды бергір, сұмырай деп өксіп жыладым. Сол берік дүние есігін аша салып, анасын жалмап еді. Анасы осы жалмауызды босана сала, іштен қатты қан кетіп қайтыс болған екен. Бұл сұмырайды осы ауылдағы әкесінің әпкесі асырап бағып алған. Осы асыранды баланың маған істегені анау айуандық. Бала жүрегіме осынша қасірет шеккізген берікке лағнет айттым. Тағдырыма налып, өмірден бас кешкім келді. Осылай жүрегім ауырып, жылап жатқанымда мамам бөлмеме келіп: «Әй қызым, ләзгі, неменеге жылап жатырсың енді? Өзің екенсің ғой ол жігіттің бетін қайтарып жіберген. Екеуің жап-жақсы сөйлесіп жүр едіңдер. Отбасы да жақсы еді. Маған шет жағасын әпкесі әлгі күлі айтқан болатын. Өздері оқытамыз деген екен. Сол балаға тұрмысқа шықса, жақсы болар еді деп әжем екеуміз де қуанып қалып едік. Осы сенің мінезіңді түсінбедім. Кімге тартқансың сен? Бірдеме болса, жоқ жерден тырысып қаласың. Мұндай мінезіңді қоймасаң, сені қандай жігіт алады? Байсыз, екі тізеңді құшақтап өтесің. Алла сақтасын. Болды енді, жылай берме деп шығып кетті. Мамамның бұл сөздері жаныма қатты батты. Онсыз да жүрегім жаралы, жаным жабырқаулы жүргенде бұл сөздері сай сүйегімді сырқыратты. Әттең-ай, анашым. Ана жүрегім тұлымшағы желбіреген кішкентай қызыңның жай күйінен хабарың болмады ғой. Қаншама жылдар іштен тынып томаға тұйық, көңіл күйі тұрақсыз, жүрегі жаралы қызыңның жан дүниесін ұқпадың-ау. Мінезімнің осылай қалыптасып келе жатқанына мән беріп, неге бұлай деп ойланбадың-ау. Менімен бір сырласып, жан дүниемде не болып жатқанын сұрамадың ғой. Іштегі бар қайғы мұңымен, қорқынышыммен, күмәндарымен жалғыз өзім арпалысып келемін. Саған не дейін? Алғашқы махаббатым осылай аяқталды. Сол күні ештемеге зауқым соқпады. Бөлмемнен шықпай жатып алдым. Жылай-жылай екі көзім бұлаудай болды. Кешкісін мамам кешкі асқа шақырып еді, асқа да тәбетім тартпады. Түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмадым. Көп ойландым. Ақыры бұлай болмайды, қалаға кетемін, оқуға түсемін деп шештім. Сөйтіп ертеңгісін мамаммен сөйлестім. Мамам да менің әбден жылаған түрімді көріп келісті. Болған жайттың ешқайсына ата-анамды кінәламаймын. Олар біздің қамымызды ойлап, ертеден қара кешке дейін жұмыс істеді. Әжем қартайған үлкен кісі. Пешенеме жазғаны шығар, білмеймін. Жаз мезгілі аяқталуға тақаған сәтте, қалаға анам жағынан туыс болып келетін әпкемнің үйіне келдім. Сөйтіп жоғары оқу орнына, филология факультетінің сырттай бөліміне құжат тапсырдым. Сол жылы жолым болмай оқуға түсе алмадым. Сонда да келесі жылы тағы да бағымды сынап көрермін деп ауылға қайтпадым. Әпкеміздіңкінде қалып қойдым. Әпкем де ауылға барғанда не істейсің, біздіңкінде жүре бер. Келесі жылға оқуға дайындаласың, әрі үйде балаларға қарасасың деді. Сөйтіп бір жыл әпкемніңкінде бала қарап, әрі оқуға дайындалып жүрдім. Осы кездері мен қатарлы сыныптас құрбыларым тұрмысқа шығып жатты.
Мамам хабарласқан сайын, оқуға түсе алмасаң, ауылға қайтсаңшы, қатарың тұрмысқа шығып жатқанда, сен оқимын дейсің деп ренжитін. Мектеп қабырғасында жүргенімде қазақ тілі мен әдебиетін сүйіп оқитынмын. Осы пәннен мұғалімдік мамандығын таңдап едім. Әйтеуір бір арманым орындалды. Студент атанып, жүрегім алабұртып қуандым. Осылай оқып жүргенімде бір күні түс көрдім. Түсімде ақ көйлек киіп, ақ орамал тартып алыппын. Бұл түсімді әпкеме жортып едім, жақында тұрмысқа шығасың деді. Мұны естіген соң, менен тағы маза кетті. Тұрмысқа шығу деген мен үшін ауыр тақырып еді. Үнемі осыны ойлап уайымдай бергендіктен бе, денсаулығым болмай ауырып қалдым. Сөйтіп әпкем де уайымдап дәрігерге апарып қаратты. Сөйтсем қан аздық, иммунитетім түсіп, қан қысымым да түсіп кетіпті. Денсаулығымды қалыпқа келтіру үшін көбірек көксік, дәрумендер қабылдау керек болды. Сөйтіп жазғы демалыста ауыл жаққа қайттым. Бізге жақын іргелес ауылда нағашы ата әжем тұратын. Бір күні сол үйге бардым. Атамдардың үлкен бағы бар еді. Сонда түрлі жемістер пісетін. Бақшалары да үлкен, көксөктің бәрі пісіп тұрған кез. Нағашы көкем көрші малды ауылда, таудың жетегінде қой бағысып шөп орып жұмыс істейтін. Біз сыртта тапшанда шәй ішіп отыр едік, көкем келді. Қазір тау жақтан малды ауылдан бір жігіт келеді, соған бір дорба алма теріп қоямын, келген соң бере салыңдаршы деді. Сөйтіп маған қарады да. Ләзік ол сондай момын, өз ісіне пысық, еңбекқор, жақсы жігіт. Сенімен таныстырайын ба деп қалжыңдап қояды. Мен болса керегі жоқ, оқуым керек, қой бағып жүремін бе, қойыңызшы деп күлдім. Сөйтіп көп уақыт өтпей ақ, әлгі қойшы жігіт келді. Екі иығына екі жігіт мінгесердей, денелі, ірі жігіт екен. Малды ауылдың баласына ұқсамайды. Үсті басы тап-таза, тап-тұйнақтай. Бәрімізбен сәлемдесіп тапшанға бір шетке отырды. Атамдармен қал жағдай сұрасып жатыр. Көкем ол жігітті менімен таныстырды. Мен бас изедім де, қысылып, орнымнан тұрып үйге кіріп кеттім. Ас бөлмеде отырсам, әлгі жігіт кіріп келіпті. Сөйтіп атымды айтып, сізбен біраз сөйлессек болады ма дейді. Мен сасқанымнан орнымнан ұшып тұрып, жүгіре басып сыртқа қашып кеттім. Артынша ол да шықты. Сөйтіп маған бір қарады да, қоштасып дарбазадан шығып кетіп қалды. Сөйтсем ол алды мені, осында келіп кетіп жүргенімде бір-екі рет көрген екен. Содан ұнатып көкеме таныстыршы деп жүрген көрінеді. Соның орайы бүгін келіпті. Көкем мен осында келген соң алманы сылтауратып, оны шақыртыпты. Содан кешке қарай мен үйге қайтып кеттім. Ертесінде мамам, оқуымның ақшасын төлеп қой деп мені қалаға жіберді. Таңертең ерте тұрып, ауданға жүретін автобусқа отырдым. Қарасам артқы жағында кешегі әжемнің үйіндегі жігіт отыр. Қасында екі тәте. Үшеуі маған қарап, өзара сөйлесіп отыр. Содан аудан орталығына жетіп қалаға жүретін газельге отырғалы жатсам, әлгі жігіттің қасындағы тәтесі жаныма келіп. Ләзік, сенің көкеңді жақсы танимыз. Кеше ініммен таныстырған екен. Біз қала жаққа барғалы шығып едік. Жүр бізбен бірге жетіп аласың деді. Мен келіспей газельге отырып кетіп қалдым. Қалаға барып университетке кіріп оқуымның ақысын төлеп базарға бардым. Ол жерден өзіме керек жарағымды сатып алып, бар шаруамды бітіріп, ауданға жүретін газельге отырып қайттым. Ауданға келіп, автобекеттен түсіп жатсам, жаңағы жігіт тұр. Қасында таңертеңгі көрген екі тәтесі және бір жігіт бар. Қызыл Жигулидің қасында сөйлесіп тұр. Мені көре сала тәтесі маған қарап бірдеме деп сөйлеп жатыр. Мен жүгіріп барып, ауылға жүретін автобусқа отырып алдым. Автобуста адам аз еді. Енді адам толғанша тұрады. Бір кезде әлгі жігіттің тәтесі автобусқа кіріп қасыма келіп отырды. Балмұздақ алып келіпті. Мен жемеймін дедім. Содан әрдемені айтып біраз отырды да қайта шығып кетті. Осының барлығы маған ұнамады. Әлгі жігіттердің, тәтелерінің жүріс-тұрысы сезікті еді. Ішім бірдемені сезгендей болды. Сөйтіп автобус орнынан қозғалды. Менің көңілім орнына түсейін деді. Біраз уақыт өткеннен кейін ауылдың төбесі көріне бастады. Автобус аялдамаға келіп тоқтады. Мен сол жерден түсіп қалдым. Түсе салғаным сол еді. Кеше әжемнің үйінде танысқан жігіт аялдаманың арт жағынан шыға келіп, мені көтеріп алды.
Мен ойбайлап көмектесіңдер деп көшені басыма көтердім. Ал ол болса мені көтерген күйі жол жиегінде от алып тұрған қызыл жигулиге апарып тығып жіберді. Көлік орнынан қозғалды. Қарасам ішінде жаңағы екі тәте де отыр. Айналайын болды, айқайлама, жақсы жерге барасың. Бағың ашылды, болды сабыр ет деп қояды. Сөйтсем бұл мені алып қашу операциясы екен. Сөйтіп көлікке отырғаннан кейін де басыла алмай, көнбей жылай бердім. Шашым жалбырап, бір аяқ киімім жоқ. Қай кезде түсіп қалғанын білмеймін. Тісімнің қызыл иегі сіп қанталап ауырып жүрген болатын. Оған қоса басым да ауырып кетті. Ойым сан-саққа кетті. Енді не болады? Мені қайта апарып тастаңыздаршы деп жалынып жылай бастадым. Бір кезде көлік кілт етіп тоқтай қалды. Кешегі нағашы әжемнің үйіндегі жігіт көліктен түсе сала, мені жұлқи тартып көліктен түсіріп алды. Сөйтіп тарс еткізіп есікті жауып қойды. Маған қарап, неге ойбайлап жылай бересің? Кешеден бері сенімен адам секілді сөйлесейін десем, қашып пысып жүрдің, кішкентай бала секілді. Сені шын ұнатып қалдым. Осылай істеуге мәжбүр болдым. Мұның шет жағасын көкеңдер де білет. Сен енді мендіксің. Сені ренжітпеймін, сөз беремін. Артқа қайтар жол жоқ. Неден қорқасың? Әлде бір жасырғаның бар ма деді. Менің ішім қылп ете қалды. Үндемей қалдым. Сөйтіп қайта көлікке отырдық. Жылағанымды қойдым. Қараңғы түсе бір ауылға кірдік. Бұл жігіттің нағашы ағасының үйі екен. Әке-шешесі ертеректе қайтыс болып кетіпті. Жігіт сол көкемдер жақтағы тау бөктерінде әкесінің бауырының қолында мал бағады екен. Аулада бір қора адам. Жігіттің туыстары бүгін мені әкелетінін біледі екен. Мені түсіріп алмақ болып еді, мен тағы айғай-шу шығарып жылай бастады. Қарсыласып бақтым. Сол кезде әлгі болашақ күйеусі мағым келді де, мені көтеріп алып үйге кіргізді. Үлкен апалар келіп орамал тартпақ болып еді, мені басымда арда, беріде қаштым. Көнбей қойдым. Ақыры болмады, ақ орамал жабылды. Менің туыстарыма хабаршы жібермек болып еді, күндізгі тәтесі. Көкесіне айтқанбыз. Ата-анасының хабары бар екен. Беташар жасай берсін, кейін киімін алып бірақ барамыз деп рұқсатын беріпті деді. Сөйтіп таңертең барлығы абыр-сабыр. Беташарға дайындалып жүр. Мен жылаумен болдым. Іште бір қорқыныш, бір күмән. Бетімді ашып жатқанда да орамалдың астында жылап тұрдым. Той өтіп адам аяғы басылған соң, келіндік міндетіме кірісіп, дастархан жинап, ыдыс-аяқ жуып, сол үйдің тіршілігін істеп жүрдім. Сыртым бүтін, ішім түтін. Ойым сансақта, енді не істеймін деп уайымдап жүрдім. Сол түні ол үйде келім-кетім кісі көп болды. Үйлері де кішірек екен. Содан ендігі күйеуім екеуміз екі бөлек жаттық. Алғашқы түні екі бөлек жаттық. Мен бұған қуандым. Сөйтіп ертесінде тау бөктеріне қыстаққа жігіт тұратын ағасының үйіне жолға шықтық. Үлкен жолмен көлікпен барып, жолдан түсіп қалдық. Ары қарай жазықтағы қотыр жолмен жаяу кеттік. Күн ыстық. Мен қарайып күнге күйіп кетпейін деп бет аузымды тұмшалап алдым. Сөйтіп жолда күйеуімнің туыс ағасы тұрады екен, сол үйге келдік. Күйеуім, бүгін осында қонамыз, ертең осы үйден ат арбамен қыстаққа жетіп аламыз деді. Жеңгесі дастархан жасап ет асып бізді күтті. Күйеуім ағасы екеуі ащы судан біраз ішті. Кеш болып кетті. Сөйтіп жеңгесі екеуміз дастарханды жиып, мен ыдыс-аяқты жудым. Кірсем жеңгесі екеумізге ақ жайма төсеп төсек салып қойыпты. Мұны көріп жүрегім тарсылдай бастады. Жеңгесі, сендер үйге жатыңдар, біз сыртқа тапшанға ұйықтаймыз деп шығып кетті. Күйеуім қызып қалған. Шешініп жайғасып жатты. Сөйтіп маған, келсеңші қасыма деп қояды. Мен не істерімді білмей тұрмын. Күйеуім, сен неге қашқақтай бересің? Неден қорқасың? Әлде қыз емессің ба? Ондай болсаң, үйіне қайта апарып тастаймын деді. Қызу болған соң мүлде батылданып алыпты. Бір кезде мені өзіне қарай тартып алды. Мен біраз қарсыластым. Ақыры болмады, ол дегеніне жетті.
Сөйтіп теріс қарап қорылдап ұйықтап кетті. Менің қорқынышым мен уайымым одан ары басылмай үдей түсті. Қол аяғым дірілдеп жылап отырмын. Енді не істеймін, мастығы тарқап, оянғанда не болмақ? Қыз емес екенімді түсінеді ғой. Сол кезде не істейді екен? Тағы да басым солқылдап, тісім ауырып кетті. Аузымнан қанның дәмі келеді. Жанымдағы орамалымды алып түкіріп едім, тісім қанап кетіпті. Қанды көріп ойыма бір жеңгемнің айтқаны сап ете қалды. Жеңгемнің бір құрбысы жас кезінде бір жігітпен жүріп, алданып қалып, басқа жігітке тұрмысқа шығады. Сөйтіп алғашқы түні ебін тауып, аяғының бақайын тіліп, қан шығарып, төсектегі ақ жаймаға жағыпты. Сөйтіп күйеуіне пәк болып көрініп, бәрін сендіріпті. Осы ойдан кейін мен де жалма-жан, ештеме ойламастан, қызыл иегімді басып-басып, тісімді қанатып жібердім де, ақ жаймаға түкіріп-түкіріп жағып тастадым. Содан таң атқанша көз ілмедім. Таң қылаңдап бата бергенде, киініп, орнымнан тұрып, сыртқа шығып кеттім. Шықсам, аға жеңгесі мал қора жақта жүр екен. Мен беті қолымды жуып, тапшандағы төсектерді жинап жатыр едім. Жеңгесі келді. Сөйтіп қолындағы бір шелек сүтті маған беріп, мына сүтті ошақ жаққа апарып, сүзгіден өткізіп, от жағып пісіре берші деп үйге қарай кіріп кетті. Мен сүтті алып ошақ жаққа кеттім. Сүтті сүзгіден өткізіп қазанға құйып, астына от жаға бастадым. Үй жаққа қайта-қайта қарап қоямын. Күйеуім әлі тұрмаған секілді. Енді не болар екен? Көңілім алабұртып, қипақтап жүрмін. Бір кезде үй жақтан күйеуім көрінді. Жүрегім дүрсілдей бастады. Қарасам, күйеуім өңкеңдеп, маған қарай ыржиып мәз болып келе жатыр. Қасыма келіп ақырын ғана: "Жаным менің, маған пәк болып келіпсің ғой. Сонша жылап көнбегеніңе бір жасырғаның бар ма?" деп көңілім күдікті болып қалып еді. "Рахмет саған" дейді. Мұны естіп, төбемнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Не дерімді білмедім. Бетім ду етіп қызарып кетті. Сөйтіп күйеуім екеуміз сүтті пісіріп, үйге кірсек, жеңгесі біз жатқан төсекті жинап жатыр екен. Бізді көріп жымиды да, жаныма келіп: "Бақытты бол жаным" деп маңдайымнан сүйіп, иығыма орамал жапты. Мен бетім дуылдап, іштей ар-ұятым мазалап, олардың бетіне қарауға дәтім шыдамай, кірерге тесік таппадым. Енді не істейін, басқа амалым болмады. Мен де отбасын құрып, бақытты болғым келді. Таңғы асымызды ішіп, ат арбаға отырып жолға шықтық. Тау бөктеріне, қыстаққа дейін біраз жер екен. Ауасы салқын, табиғаты керемет. Бірақ елсіз жерде жалғыз ескі үй екен. Бізді жеңгесі қарсы алды. Күйеуіме "Құсың құтты болсын" деді де, маған басымнан аяқ бір қарап үйге шақырды. Көкесі де келді. Үйдің іші сылағы түскен, ақталмаған, өте жұпын екен. Жеңгесі тамақ пісіріп, дастархан жасап қойыпты. Барлығымыз отырып тамақтанған соң, олар ауылға кетіп қалды. Күйеуім әке-шешесі қайтыс болғалы 15 жасынан осы көкесінің қолында өсіпті. Жастайынан осында, малдың соңында жүрген екен. Сөйтіп менің отбасылық өмірім басталды. Көкесі мен жеңгесі жақын маңдағы ауылда тұрады екен. Осында келіп кетіп жүреді екен. Біз таңертең ерте тұрамыз. Күйеуім таңғы асын іше салып, малды тауға қарай, жайылымға айдап кетеді. Содан кешке бірақ келеді. Мен тұра салып, сиыр сауамын, сырттағы ошаққа сүт пісіремін. Тамақты да барлығын қи жағып ошаққа пісіру керек. Шайды самаурынға қайнатамын. Айран ұйтамын. Күбі пісіп май шайқаймын. Сүзбеден құрт жасаймын. Таба нан жауамын. Бітпейтін үй тіршілігі. Мен келгелі, үлкен абысында сирек келетін болды. Бар тірлікті менің мойныма жүктеп қойды. Маған, күйеуіме, оның отбасына үйренісу қиын болды. Айналада да сөйлесіп араласатын ешкім жоқ. Осылай таңым атып, күнім батып, уақыт өтіп жатты. Бір күні мамамдар бізді қонаққа күйеу балаға есік төр көрсететуге шақырды. Түске таман ат арбамен шықтық. Қотыр жолмен селкілдеп, ауыл жақтағы күйеуімнің туысының үйіне келдік. Осы жерден жуынып шайынып, таксимен төркініме бардық. Ата-анам, әжем, менен үлкен әпкем, күйеуім мен бауырларым барлығы шығып күтіп алды.
Мен анамды құшақтап жылап көрістім. Барлығын сағынып қалыппын. Күйеу балдармен таныстырдым. Бәріміз ішке кіріп дастархан басына жайғастық. Отырғанымыз сол еді, есіктен баяғы жалмауыз берік кіріп келді. Оны көріп менің төбе шашым тік тұрды. Өңім бозарып, аяқ қолымнан әл кетіп қалғандай болды. Ол болса түк болмағандай бәрімен амандасып төрге жайғасып отырды. Менің іштей зығырданым қайнап, оны көз жанарымен атып жіберердей болып отырмын. Бұл қайдан жүр мұнда? Кім шақырды оны деп жанымдағы әпкемнен сұрасам, көрші болған соң амандасайын деп кірген шығар дейді. Сөйтіп ол өзінше болып бізге тілек айтып, ішіп жеп біраз отырып кетіп қалды. Ол кеткен соң сыртқа бақшаға барып, өңешіме тығылған өксігімді шығардым. Бала күнімдегі көрген қорлығым есіме түсіп жылап алдым. Ертесінде нағашылар бір-екі туыстар қонаққа шақырды. Төркінімде 2 күн болып тауға қыстаққа қайттық. Қайтадан сол баяғы тіршілік басталды. Уақыт зулап өте берді. Күйеуімнің көкесі нашар адам болып шықты. Бар мінезін көрсете бастады. Әйелімен жиі ұрысатын еді. Тіпті кейде тоқпақтап ұратын. Әйелі бала шағасымен улап-шулап төркініне кетіп қалатын. Осындайда бар ашуын бізден алатын. Кейде таң атпастан келіп алып есікті тарсылдатып оятатын. Бірақ күйеуім үндемейтін. Екеуміздің қарым-қатынасымыз бір қалыпты еді. Мен құрсақ көтере алмай біраз жүрдім. Осы кезде үлкен абысын, мені алып қашуға келген тәтелері сөйлей бастады. Сен неге көтере алмай жүрсің деп. Мұныма анам қатты уайымдап жүрді. Бір күні мені шақыртып алып, қалаға әйелдер дәрігеріне апарып қаратты. Сөйтсем суып өтіп кеткен екен. Ем жазып берді. Анам барлық дәрі-дәрмегімді алып беріп, төркінімде жатып емделетін болдым. Арада 10 күндей өткен соң артымнан күйеуім келді. Өйткені осындағы бір туысымыздың баласы үйленіп, сонда тойға шақырған болатын. Кешкісін үйдегілермен бірге сол үйге тойға бардық. Той аулада палаткада өтті. Тек жақын туыстар мен қалыңдық жақты ғана шақырыпты. Құдаларды әуендетіп қарсы алды. Олар кіріп келе жатқанда арасындағы бір таныс бейне көзіме оттай басылды. Сөйтсем ол баяғы құда бала екен. Менің алғашқы махаббатым. Оны көріп жүрегім дүрсілдеп кетті. Шамалы толысыпты. Шырттай киініп алған. Онысы өзіне құйып қойғандай жарасып тұр. Өзі де келбетті жігіт еді. Ол мені байқамады. Сөйтіп олар төрге жайғасты. Жастар да шығып орындарына отырды. Той басталды. Асаба тойды басқарып сөйлеп жатыр. Барлығымыз алдымыздағы дәмнен ауыз тиіп отырмыз. Бір кезде сөз кезегі бізге тиіп, ортаға шығып жастарға тілегімізді айтып жатқанда, құда бала екеуміздің көзіміз түйісіп қалды. Ол таңырқап маған қарап қалыпты. Мен қысылып, жанарымды тайдырып әкеттім. Қасымда күйеуім бар. Жастарға сыйлығымызды беріп, биге шығып билеп жатыр едік, жанымызға құда бала келді. Менімен амандасты. Күйеуіммен танысты. Өзі келіншегінсіз келіпті. Қалыңдық жақтан туыс болып келеді екен. Сөйтіп күйеуімнен рұқсат сұрап мені жай әуенге биге шақырды. Мен біраз қысылдым. Сол кезде неге маған тұрмысқа шығуға ыңғай бермедің? Сені қатты сүйіп едім. Кейін үйдегілер үйлен деп қоймаған соң, әрі сен шықпай қойған соң, қазіргі әйелімді 1-2 көріп үйленіп кеттім дейді. Мен не дейін, бақытты бол дедім. Бірақ ішімде бір өкініш пен қимастық болды. Кейін той тарқаған соң, үйге келіп көңілім қатты құлазыды. Сол жауыз беріктің хайуандығы болмаса, осы жігітке сүйгеніме адал жар болып, бақытты болар ма едім? Айдалада қыстақта мал соңында емес, қалада тұрушы едім деген өкініш сезімі болды. Сонымен ертесінде қыстаққа қайттық. Емделгеннен кейін 1 айдан соң аяғым ауырлады. Бұған қатты қуандық. Күйеуім де қуанып жүр. Бірақ әлсіз болдым ба, әлде қыстақтағы үй тіршілігі ауыр болды ма, қайта-қайта угроза бола берді. Сөйтіп үйден гөрі ауданда ауруханада көп жататын болдым. Кейін күйеуіммен ақылдаса келе, қыстақтан кетіп ауданға көшетін болып шештік. Әрі оқуым да бар. Қыстақтан келіп оқу маған қиын болушы еді. Күйеуім де малдың соңында жүріп шаршады ма, ол да келсе кетті.
Ауданда екінші қайнағамның бос тұрған үйі бар еді. Соған тұра беріңдер деп бізге берді. Біз сонда көшіп келдік. Кетіп бара жатқанымызда таудағы көкесі қатты ренжіді. Інімді сен әкетіп барасың деді. Мен үндемедім. Өйткені ол кісі соңғы кездері күйеуіме әйелді былай ұстау керек, солай ұстау керек. Жуас болсаң басыңа шығады деп тура жолдан тайдырып, маған қарсы қойып жүрген болатын. Онда тұра берсек, дұрыс отбасы болып кете алмайтынымызды түсіндім. Сол үшін болашағымыздың қамын жеп көзді жұмып, ауданға көшіп кеттік. Ауданға келіп жаңа үйімізге жайғастық. Ел арасы, сиыр сауып, ошаққа тамақ пісірмейсің. Үй тіршілігі де жеңілдеп қалды. Ата-анам, туыстарым да жақын жерде. Бірақ күйеуіме қолайлы жұмыс болмады. Мен де аяғым ауыр, жұмыс істей алмаймын. Оның үстіне оқуым бар. Жеріктігім де ауыр болды. Жиі ауырып қала бердім. Анам қарасып тұрды. Ауылдан сүт, май, азық-түлік жіберіп тұратын. Күйеуім қыстақтан ет әкелетін. Ол жақтағы көкесі күйеуім барған сайын: бауырымнан әйеліңді артық көріп, қатыныңа еріп кетіп қалдың деп, мені жамандап құлағын бұрап жібереді екен. Содан күйеуімнің мінезі өзгере бастады. Қол бос, жұмыс жоқ. Ішімдікті жиі ұрттайтын болды. Көршілеріміз де араққа үйреген. Сол үйлердің еркектермен жиі бас қосулары көбейді. Бір күні қыстақтағы көкесі хабарласып, күйеуімді шақыртып алды. Әдеттегідей әйелімен ұрысып, жеңгесі кетіп қалыпты. Күйеуім сонда барып малға қарасып жүрді. Мен үйде жалғыз қалуға қорқып, көршінің қызын шақырып алып, жаныма қондырып жүретінмін. Кейде төркінімде боламын. Көбінесе осылай күйеуім екеуміз екі жақта жүрдік. Күйеуім арасында келіп кетіп жүрді. Бір күні қыстақтан келіп ішіп алып, көкесі айдақтап жіберген бе, маған қол көтерді. Мұнысынан кейін қатты көңілім қалды. Өзім ай-күнім жетіп босанайын деп отырғанмын. Бет аузым ісіп, ертесінде көгеріп кетті. Сол күні менен кейінгі сіңілім келіп қалды үйге. Менің мынадай түрімді көріп шошып кетті. Мен солқылдап жылап жібердім. Ол да менімен қосылып жылап қалды. Тағдырыма қатты налыдым. Бала күнімнен қорлық көріп, соның зардабын, соның қасіретін шегіп келемін. Сүйгеніме қосыла алмай, алып қашудың құрбаны болып тұрмысқа шықтым. Бақытты болармын деген үмітпен өмір сүріп келемін. Ал күйеуімнің істегені мынау. Көңілім құлазып, жаным ауырды. Қыз болып туу қандай қиын еді. Мен күйеуімнің алдында өзімді кінәлі санайтынмын. Тұрмысқа шыққанда оны алдадым деп ішкі ар ұятым мазалайтын. Сол үшін оның ішкенін, қол көтергенін кештім. Сіңілімнен көрген білгенін анама айтпай қой деп өтіндім. Арада біраз уақыт өткен соң ай-күнім жетіп қыз босандым. Күйеуім қуанып бір бұқаны сатып туған туысты шақырып тойлатты. Қайын әпкем келіп қырқымнан шығарып кетті. Күйеуім ішкенін қоймағанымен ақырындап азайта бастады. Араға 2 жыл салып ұлды болдық. Күйеумен алысып бала туып біраз қиналсам да оқуымды тастамадым. Оқуымды бітіріп диплом алдым. Сөйтіп төркініме жақын ауылға көшіп бардық. Сол жердегі мектепке жұмысқа тұрдым. Одан кейін жұмыс істеп жүріп тағы бір ұл және бір қыз туып алдым. Бүгінде 4 бала-шағамыз бар. Күйеуім сол баяғыдай қыстаққа, тауға барып мал шаруашылығымен айналысады. Қанша жыл көкесінің қолында еңбек етті. Сонысына қарай көкесі азын-аулақ мал берген. Бүгінде соның басын құрап, біраз көбейтіп алды. Жас кезімде қаншама қиыншылықты бастан кештім. Соның барлығына шыдадым, мойымадым. Алдағы күннен үмітімді үзбедім. Қазіргі таңда осы балаларыма қарап, сол күндердің артта қалғанына шүкіршілік етемін. Бар бақытым осы балаларым. Әңгімемді қорытындылай келе, мен жазушының тұрақты оқырманының бірімін. Қорғансыздың күйі әңгімесінен кейін өз оқиғамды көпшілікпен бөліскім келді. Бала кездегі көрген қорлығымды өле-өлгенше ешкімге айтпай, өзіммен бірге ала кетермін деп ойлаушы едім. Бірақ осы әңгімеден кейін қатты эмоцияға берілдім. Қатып қалған жан жарамды тырналап, қансыратып сыртқа шығардым. Сол жараның әрбір қабыршығын ашыған сайын жүрегім ауырып, көзім жасқа шыланды. Мұны еске алып, авторға әңгімелеп беру маған оңайға соқпады.
Мазам қашып ауырып та қалдым. Бірақ кейін автордың қолдауымен әңгіменің әр бөлімі шыққан сайын көпшіліктен қолдау көріп, ыстық ықыластары мен жылы лебіздерін көріп, жаным жай таба бастады. Бойым жеңілдеп қалды. Менің көргенімді Алла ешкімнің басына бермесін. Басқамен сынаса да балаларымызбен сынай көрмесін. Олардың кішкентай періште жүректеріне ешқашан қаяу түспесін. Қазіргі таңда осы балаларым үшін өмір сүремін. Аллам осыларды саналы салиқалы ұрпақтан етсін.